Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Менің тәуелсіз Қазақстаным». Сабағымыздың мақсаты лексикалық мағынасы жағынан заттың санын білдіретін сан есімдерді ажырата білу, жазба ауызша жұмыстарда қолдану. жылғы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңы қабылданды. Тәуелсіздік Тәңірдің біздің ұрпаққа берген үлкен бақыты, халқымыздың мәңгілік құндылығы. Біз бүгінге дейін барлық жетістіктерімізге тәуелсіздіктің арқасында қол жеткіздік. 30 жылдан астам уақыт ішінде елдің әл-ауқатын көтеріп, төл мәдениетімізбен мемлекеттік тілді жаңғырту ісінде қыруар жұмыс жасадық. Елімізде білім, ғылым, денсаулық, спорт салалары айрықша даму үстінде. Тәуелсіздік біздің ең басты игілігіміз, баға жетпес құндылығымыз. Жас мемлекет тарихындағы жаңа дәуір дәл осы тәуелсіздіктен бастау алады. Қазақстанның тәуелсіздігін ресми түрде ең алғаш болып мұхиттың ар жағында жатқан Америка құрама штаттары мойындады. Екінші болып айдаһардай айбарлы Қытай, сонан соң Ұлыбритания мойындады. Оның артынан Монғолия, Франция, Жапония, Оңтүстік Корея және Иран ислам мемлекеті мойындады. Иран Қазақстанның тәуелсіздігін мойындаған алғашқы мұсылман мемлекеті. День независимости Казахстана – главный национальный праздник Республики Казахстан. Эта дата отмечается в Казахстане ежегодно 16 декабря. Дата для проведения Дня независимости Казахстана была выбрана не случайно. 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете республики. Жаңа сөздермен таныс болайық. Жоғары кеңесі, Верховный Совет, мойындау, признание, қиыншылық, трудности, қазба байлық, полезное ископаемое, қарыштап даму, быстрое развитие, өркенің өссін, да растет твое потомство. Балалар, тәуелсіздік дегенді қалай түсінесің? Диаграмманы толықтыр, сөйлем құрап жазыңдар. Ай мектеп. Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз.
7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңызшы аға, не деген көп сандар? Мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есімдер есептік сан есім және реттік сан есім болып 2-ге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 2 билет, 2 балмұздақ. Ал реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді де, нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 7-ші қатар, 23-ші орын, 1-ші қабат. Дауысты дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 7-ші, 6-шы. Дауыссыз дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 9-шы, 3-ші. Сан есімдерді түсіндің бе? Иә, енді ұмытпаймын. Олай болса, мен саған жұмбақ жасырайын. Жауабын тапсаң, балмұздаққа қоса шар алып берем. Басында 2 таяғы бар, 4 аяғы бар. Адам деуге болмайды. Сақалы тағы бар. Бұл не? Ешкі. Жарайсың, Дана. Қойылым басталды. Барайық. Қайталайық. Сан есім. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есім есептік сан есім және реттік сан есім болып 2-ге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Мысалы, 2 балмұздақ, 3 шар. Реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді. Олар есептік сан есімге ыншы, інші, ыншы, інші деген жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 4-ші сынып, 7-ші қатар. Ал балалар, келесі тапсырманы орындайық. Диалогты тыңдаңдар. Не себепті 16 желтоқсан күні демалатынымызды білесің бе? Әрине білемін. 16 желтоқсан тәуелсіздік күні. Сондықтан осы күні сабақ оқымаймыз, демаламыз. Неге 16 желтоқсан тәуелсіздік күні деп аталады? 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғары кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы заңды қабылдады. Ал сен Қазақстанның тәуелсіздігін ең бірінші болып қай мемлекеттің мойындағанын білесің бе? Иә, бірінші болып Америка Құрама Штаттары, екінші Қытай. Халық Республикасы одан кейін Ұлыбритания мойындады. Бәрін білесің ғой. Әрине, біз тәуелсіз елдің баласы болғанымызға мақтануымыз керек. Иә, дұрыс айтасың. Тәуелсіздік көп қиыншылықпен келді ғой. Мен де тәуелсіз Қазақстанда тұрғаныма мақтанамын. Еліміздің тәуелсіздігін сақтау біздің қолымызда. Ал сен қалай ойлайсың?
Балалар осы сұраққа жауап беріп, мәтіннің ішінен сан есімдерді көшіріп жазыңдар. Жазып болғасын мұғалімдеріңе көрсетіңдер. Келесі тапсырма, сөздерді мағынасына қарай сәйкестендіріп, сөйлем құрап жазыңдар. Балалар, келесі тапсырмада мәтінді оқып, түсінгендеріңді жанындағы ата-аналарыңа немесе бауырларыңа баяндап беріңдер. Бірге мәтінді оқиық. Біздің еліміз тәуелсіздік алған соң барлық елге танылды. Қазір Қазақстанды елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты бүкіл дүние жүзі біледі. Олар біздің үлкен әрі кең жерімізге қызығып қарайды. Бізде қазба байлықтары өте көп. Қазір біздің мемлекет қарыштап дамып келеді. Сенбесең айналаң қарашы, қандай көп өзгерістер бар. Дүкендерде біздің елімізде дайындалған тауарлар толып тұр. Маған өз елімізде дайындалған сүт өнімдері ұнайды. Ал саған не ұнайды? Сұраққа жауап жазып жібер. Балалар, бүгінгі жаңа сөздерді естеріңе сақтаңдар. Қазақстан жоғары кеңесі тәуелсіздігін мойындау, қиыншылықпен жету, қазба байлықтары көп, еліміз қарыштап дамуда. Кел балалар, ойнайық. Кім тез ойлайды ойыны? Саны бар сөздердің шешуін тауып, 2-3 сөйлем құрастырасыңдар. Өзіңді тексер. Күшік, 8, дербес, бір қазан, 6 бақан, жетік, түбір, желтоқсан, темекі, 9 құмалақ шықты. Шыққан сөздерге сөйлем құрастырайық. 9 құмалақ қазақтың ұлттық ойыны. Жел 90 жылдың соңғы айы. Темекі денсаулыққа зиян. Ары қарай сен де жалғастырып сөйлем құрап жаз. Мұғаліміне көрсет. Үйге тапсырма алыңдар. 6-шы тапсырма 25-ші бет. Бүгінгі сабағымызды түсінсеңдер, жасыл күлімдеп тұрған смайлик. Ал егер әлі түсінуім керек десеңдер, онда ортасындағы смайлик, ал енді мүлдем түсінбедім десеңдер, сол жақтағы смайликтің суретін салып мұғалімдеріңе жіберіңдер. Сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.